Assalamualaikum құрметті көрермендер, қайырлы таң. Біз Алматы қаласында саяхаттап жүрміз. Қазір мен сіздерге кейбір осындай сатушылардың таразыларды дұрыс екенін түсіндіремін, және де егер де сіздер осындай жерлерден овощ алатын болсаңыздар, фрукт алатын болсаңыздар, немесе арбуз алатын болсаңыздар, осындай арбуздардың іштері түсіп кеткен екен. Мен соны айтып өтпекшімін. Осы жерлерден арбуз алмасаңыздар да болады. Неге дегенде осындай остановканың алдына өткенде келіп осы жерден арбуз алғаны мінекей адамы өзгеріп отыр. Неге дегенде арбуздың іші түсіп кеткен. Енді қауындары жақсы шығар, бірақ арбуз алушы болмаңдар. Арбуз алсаңыздар да қарасын алыңыздар. Неге дегенде қарасы іші піскен болады, және күзгі арбуз болады. Егер мынау жаңа көрсеткендей арбуз болса, алудың қажеті жоқ. Және де осындай овощтарды, фрукттерді, жеміс жидектерді алатын болсаңыздар да, сіздер өздеріңіздің таразыларыңызды алып жүрулеріңіз керек деп ойлаймын. Неге дегенде бұл жерде арзан бергеніменен бәрібір сол таразы дұрыс емес. Мысалы осы мына банандарды ала бересіңдер ғой, бірақ жаңағыдай жеміс жидектерді арзан деп алғандарыңызбен сол 200 грамм немесе 300 грамм аз болады. Оның үшін бастысы сол таразыларыңызды бір-екі жерге тексердіңіздер. Егер сол бір-екі жерде таразы дұрыс болмаса, сіздерді алдаған болып есепталады. Өзім үлкен арбуз алған едім, соның іштің бәрі түсіп кеткен. Қазір енді барып атқанымен пайдасы жоқ, ол кісі жоқ, орнында басқа адам отыр. Арбуз алсаңыздар да сол ілажы болса сол қарасын алыңыздар. Қауын енді жақсы болса керек, бірақ оны да тексеріп алған дұрыс деп ойлаймын. Қазір енді көбісі ойлайды, арзан беріп жатыр деп, бірақ сол көбісінің сол өлшейтін таразысы дұрыс емес. Ілажы болса қарап, немесе пышақтарыңыз болса, пышақпен сол кесіп аламын деңіз. Шақмақ қылып, сондай төрт бұрышты қылып кесіп кішкентай аламын деңіз, өздері кейін айтады. Бірақ менің алған арбузым сондай жаман шықты. Іші түсіп кеткен бәрі, жейтін жері де жоқ. Енді оны өзіміз жемей солай лақтырып жібердік. Соның үшін сол сіздерге де қазіргі мынау күз айында алатын болсаңыздар, ойланып қарап алыңыздар. Қарап алмасаңыздар, сол бекерге сол ақшаны төлейсіңдер, ешқандай сіздерге пайдасы да жоқ. Құр лақтырып жібересіңдер. Малдарыңды сол малдарға беруге болатын жер, бірақ малы жоқ адам оны қайтеді, мұсыр болып кетеді. Және ақшаңызға күйіп қаласыздар. Олай енді алдап сатуға болмайды ғой. Олар бір жерден я тауып келген ба, немесе біреулер арзан берген ба білмеймін, бірақ сол
арбуз сондай ішінің бәрі түсіп кеткен. Оны былайынша айтқанда пісіп кеткен дейді. Сол пісіп кеткен болып есепталады ол арбуз. Былай ойлап қарасаңыз, уже қазір ноябрьдің ортасы даже ақыры болып жатыр. Сол үшін ол менің ойымша сол августерде немесе сентябрьде пісетін арбуздар болса керек. Сол далада қалып қойды ма, соны біреулер алып келген ба білмеймін. Бірақ біз бала уағымызда жегенде сол бала уағымызда жегенде күзгі арбуздар қап-қара болар еді. Олар енді күзде пісетін арбуздар. Соның үшін мынау кәдімгі арбуздар сол августте пісетін арбуздар. Сол үшін қазір сол далада қалып қойғандар сол әкеліп сатып жатыр ма білмеймін, бірақ сол сондай өкініп қалмаңыздар деп жатқаным. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар.